Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, ең алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Жер қазақтікі деп неге нетіп отырмын? Өйткені өзіңіз білесіз, мына жерде солтүстікте отырған мына Жириновский сияқты нелердің сөздері бар, әңгімелері бар. Сендер мына казахи вы тут не жили деген сөздері бар ғой. Сондықтан біз конституцияға міндетті түрде қазақтың жері деген. Кезінде біздің алаштық аталарымыз Ленинге барғанда біздің жерімізді бәрін келтірген кезде, сол жерде қазақтың мейіттері, зираттарымен келтірген. Осы жерге дейін деп, тіпті соның бәрі санай бастағанда Мәскеуге дейін кетіп қалған негізі. Дайындалайық нақты. Біз мына қазір резолюция қарарды жіберейік. Үкімет осыны қабылдай ма, қабылдамай ма? Қабылдамаса, осы қабылдамады деп, сосын соған дайындық жасайық. Менің ойым. Қазақтың жері сатылады, жалға беріледі деп биліктің халық басын қатырғанына біраз уақыт болды. Енді қазақтың жері сатылмайды, жалға да берілмейді деп моратория жарияланды. Бұл ұлы іске себепкер болып нүктесін қойған, халықтың зор ықыласына ие болған Алаш партиясы болатын. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына алғаш болып арыз жазған, қазақтың жері сатылмасын, жалға да берілмесін деп өзінің шынайы жанашырлығын көрсеткен Алаш партиясының төрағасы Әділет Ғабдулла мырза болады. Жердің иесі тек қана халық екенін Қасым-Жомарт Кемелұлына жеткізе білген Әділет Ғабдулла мырза ең үлкен ерлік көрсетті. Өзімізді мақтағанымыз емес әрине, бірақ ең алғашқы болып нақты іске көшкен осы Алаш партиясы болады. Міне, мына бір жапырақ қағаз Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына Алаш партиясының атына жолданған болады. Бұл арызда жердің иесі тек қана халық екендігі айтылған. Бұлысымен Алаш партиясы тек қана сөзбен емес, қолынан да іс келетіндігін халыққа 100% дәлелдеп көрсетті. Ана үкіметтегі отырған жер реформа комиссиясы ма отырған, ол мына жерде құр сенімсіздік танытамыз емес, ол негізі біз заңсыздық деп оны келтіру керекпіз. Ол заңсыз. Қай жақта жоқ, бір 80 адам, 19 миллион халықтың жағдайын қалай шешіп отыр ол жақта мысалы. Ол дұрыс емес. Ертең менің балаларым, менің ұрпақтарым қандай елде өмір сүреді? 80 адам соны істеп отқаны. Сондықтан біз мынаны келтіріп, мына сенімсіздікті келтірген заңсыз деп келтіру керекпіз оларды. Заңсыз екенін біз мәлімдейміз деп соны келтіру керекпіз. Бірақ ол қазір комиссия шешетін комиссия болмайды, мораторийдің уақытында дайындалып, бәрі тағы 5 жыл болсын, тіпті 10 жылға дейін созып, біраз формазға қоятындай қылдыр. Алаш партиясы әзірге тіркелген жоқ. Дегенмен де біз сізді өзіміздің қатарымызға қосылуға шақырамыз. Қазақстанды біз боп, сіз боп бірге көтереміз. Келіңіз, Алаш партиясы.